болсын, сәл жігіт қимылдасын соған деген ниетпен айттым дейді. Оны көбісі дұрыс түсінбей, мөлдірді, ойбай сен ақша құмарсың дейді. Негізі ондай қыз емес, шын ұнатып жатса, ондай ештеңе бәрін талабын бәрін алып тастайды ол. Мен оған толықтай көзім жетіп тұрды. Жарайсың Ержан, міне нағыз білмеймін жігіттің бір қолдауы осындайда байқалады деп ойлаймын. Еш нәрсе шықпаса да араларында керісінше осындай қиын сәттерде, күрделі сәтте осылай қолпаштап, қолдап отыр Маржан ханым. Рахмет. Қош келдіңіз. Енді ол әйел адамға да байланысты, қыз балаға да байланысты. Егер демеп, бір қанаттандырып, бір күштілеп отырса, любой жігітті көтеріп жерге болатын сияқты. Сіз кеше айттыңыз ғой, ата-анама айтпай келдім деп, иә? Сол енді телевизордан көрген шығар ата-аналарыңыз не деп жатыр Мойла туралы сіздің? Әлі сөйлеспедім. Әлі сөйлескен жоқсыз ба? Ешкім көрген, туысқандарыңыз ешкім көрген жоқ па сонда? Көрдік, туысқандарым. Не деп жатыр енді? Жарайсың, жарасасыңдар деп. Арасында бар болған шығар енді бәрібір. Неге бардың, не істеп жүрсің дегендей. Дос балалар бар енді. Достарыңыз көрмейтіндер ғой. Инстаграмнан қараған кезде негатив көп дейді мына жақта ше. Келген кезде көзім жетіп тұр ондай емес екен. Басына келгенде мен де солай ойлағам. Ол достарыңыз бәлкім ойын өзгерте жатар, сіздерде барлығы жақсы болса. Көріп жатыр уже басқаша екен деп. Ал Диана ханым, егер ата-анасы көргеннен кейін егер эфирге шыққаныңызға қарсы болып жатса не істейсіз сіз? Қарсы болмайды. А егер қарсы болса? Сөйлесем. Мүмкін, ондай да мүмкін ғой, неше түрлі жағдай болады. Қазір мен бірінші мақсатым мөлдірмен ара қатынасты жақсарту. Тамаша. Хамрақұлдың сұрағы бар екен. Хамрақұлдың осы жобадағы алғашқы сұрағы. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келіп жатсың. Жаңағыдай көрініп тұр, мөлдірді ашып жаңа сөйлескендерің, кәдімгі күліп отқаны. Бұндай негізі редко болады бауырым. Наны күліп ашылып отқан сен аштың, значит. Араларында жақсы общение болған, көрініп тұр. Нандай шанс пайдаланып, дальше баса берсе, іштеңе комментария жаңа негатив мән бермей-ақ қой. Енді мөлдірге сұрағым, мөлдір жігіт ұнады ғой, дұрыс па? Жаңағыда айтып жатсың 8 қырлы, 1 сырлы деп. Енді сенің талабың 300 000 теңге өзгерген шығар деп ойлаймын. Өйткені дайын нәрсеге келін болып барған ол дұрыс емес. Екеуің бірдей көтерілген, ол барлығы жақсы болады. Мәселе одай емес екен. Жоқ, жалпы екеуің бас қосып бірдей көтерілсеңдер, ол болашақта тәтті болады да. Дайынна барғың қажет жоқ. Бола ма қой? Негізі дайынға барсаң да бір жеріне жақсы ғой былай айтқан кезде. Андайда кеше мен көрдім ғой эфирді да, Мойла негізі талап емес деп жатыр ғой, бірақ именно сол 300 000 теңгемен сен кеше жалғастырғың келмейған сияқтыдай болды былай айтқан кезде. Мен талабыма сай емес дегенде. Енді бұл мияқтан мен ойлаймын да, бұл талап малаптың бәрі әшейін айтылып жатқан әңгімеде. Бастысы неге қарайсың айтайын ба? Сырт бейнеге қарайсың сен, ше Мойла ше, сыртына, әдемілігіне жігіттің. Ішкі дүниеге. Болды. Сөйтіп айтсай? Жоқ, оныған бәрі қарайды ғой. Кім қарамайды сыртқы бейнеге? Енді қара 300 000 тауып отқан жоқ, талабыңнан секіріп кеттің ғой. Мен айттым ғой, перспективасына қарадым. Алға қойған мақсаттарын көрдім. И көрініп тұр, точно алға қарай ұмтылысы бар екен жігіттің. Диана ханым, бола ма? Нұрсұлтан, сен айтып отырсың ғой, жалпы сырт келбетіне бірінші болып қарайсың деп. Негізі барлық адам бірінші болып сырт келбесі адамды қызықтырмаса, ішкі несіне қаралмайды ол, өтірік. Ой, отырып алады, сұстан таза болып, ішкі дүниесі қажет маған, сырт келбеті ол уақытынша ол өйстіп айта береді барлығы шы, өйтіп маска кимеу керек, конкретно айту керек, что сырт келбетіне қарамасаң, ішкі дүниесіне вообще қызықпайды адам баласы. Бірақ сырт келбетке қарағанда өзіңнің де түріңе бір қарап қою керек те, Диана ханым. Дұрыс қой, енді сен айтатын сөзің бар еді ғой, тең-теңмен тезек қабымен деп. Екеуі қосылып екі қашып тезек болады. Мен ешқашан айтпағам, ұстанбаймын да. Жоқ, мен келіп жүрген кезде сен сөйтіп айтқансың. Жоқ. Жоқ, ұрысқанда емес, просто сырт келбеті адам баласын қызықтырмаса, ішкі дүниесіне қаралмайды ол. Әлия ханым, рахмет Хамрақұл. Әлия әпке. Біздің қызға жігіт ұнаған сияқты, кешегі сөзімді қайтып алам, мөлдір тұрмысқа шықпайды деген. Бүгін азанда өзі бақыттан бас айналып келген, деп. Сол кезде білген мен үміткеріңнен қаңғырдың ба деп. Сол екеуі жарасады, өте ақ көңіл, шын көңілмен келген бала екенін көрініп тұр. Енді мөлдір сені ондай, мұндай демей, сенің талабы, жаңағы мақсаты бар балдар ұнайды дейтінен ғой. Соткісінен де көріпсің мақсатын, енді жалғастырып жүріп болыңдар. Иә, енді құпия болмаса, сол ұялы телефоннан мақсаттарын көріп қалдың ғой. Саған ұнағаны, енді барлығын айтып қойсаң тағы дұрыс болмайтын шығар. Бір пунктты айта аласың ба, сенің көңіліңнен шыққан? Мөлдір. Айта берейін ба? Біреуін ғана. Ең бастысы сол үйлену. Жұмысын прям по полочкам оқыған. Спорт. Өзі тренерлықпен айналысқан ғой, бұрында тренер,
медицина және де үшінші бір саласы бар, оны айтпай ақ қойсам, әйтпесе қазір тоже жаман пікірлер кететін сияқты. Әйтеуір, иә, Жанахан, Ержан тауып қойдық қабат дегенай. иә, негізінде шоу-бизнесқа жақын адам екен да. И болашақта да өзінің сол актерствосын жалғастырғысы келеді. Ол кәсіби түрде ме, әлде жай бір әуесқойлық па, Нұрлан мырза? Кәсіби кірісу керек. Кәсіби кірісу керек. Иә. Демек, сіздің бір мамандығыңыз соған сәйкес пе? Оқыған? Қазір екінші мамандық бітіріп жатырмын. Сол Өнерге жақын. жақын. Түсінікті. Жанахан, Қамрақұл? бауырым не ма, жаңа медицина деп жатыр. Не ол медицина, сала фармацевтика ма, жаңа не ол? Емдеуші. Емдеуші, фельдшерсің ғой? Иә. Мамандық бойынша жұмыс істей алмадың ба? Істедім. Болмады ма? Ота жасау бөлімінде. Дұрыс, ол кеш емес ешқашан сен мамандық бітіріп алдың, диплом бар, жаңағыда алып жұмыс істеу кеш. Сіз де фельдшер едіңіз ғой, иә? Қамрақұл? Мамандық бойынша жұмыс бір жарым жыл істедім, менде де болмады, коллективмен шығыса алмадым, одан кейін қойдым. Уақыты келе бір ойландым, мүмкін сол профессиямен. Содан кейін сұрап жатқан медицина деген кейін жақын болды да өзіме. Білмеймін, енді медицина саласы болғаннан кейін белгілі уақыт істемей, қайтадан оралып бірден жақсы араласып кетуге бола ма? Менде Ұмытып қалмайсыздар ма? практика болып жатыр ғой, неден болса да. Кейін жаңағы айтып жатсың ғой, мақсаты бар деген, мақсаты бар жігіт айқын, ол армандар орындалады. Дұрыс, екеуің бақытты болыңдар, жап-жақсы Жоқ, Диана ханым, бір күн өтті да бұлардың келгеніне. Бірақ күн өтті да, бірақ кездесті. Қаяқтың бақытты болыңдар. Мөлдір саған ұнап жатыр ма? Реально? Реально, ұнайтын. Бәрі айтып жатыр. Ұнаған сияқты, ұнаған сияқты. Жоқ, осыны шы. Қыз баласы қалай айтады, сендер ойлайсыңдар ма, Әлия ханды қояды, Енді қара. Мөлдір сен өзің аузыңнан постоянно ұялтпасаңдар қызды дейін да. Кез келген адам бақытты болуға лайықты ғой. Лайық, бауырым, бәрі бақытты болуға. Негізі ыңғай келсе, Ержан мен Әлия ханым осылай алыс отырғаны дұрыс екен. Құдай сақтасын, бір күні Әлия ханым ашуланып кетсе. Диана ханым бүйтеді да, ұнады ғой саған, иә? Ұнады ғой дейді. Қыз қалай айтады, мен ұнады деп айта алмайды ғой. Ұят болады. Мен де алыстап отырамын ау деймін, ендігі жолы Диана ханым. Жоқ, қол кетеді. Диана ханым, жаңағы Нұрсұлтан айтып жатқанышы, Диана ханым, Нұрсұлтан айтып жатқаны бір-ақ күн кездесті деп. Жақсы тілекке періште әумин дейді, сен алдымен бастап жатсың да, осы жақсы болсын деп. Жаман десең жаман болып кете береді ол. Жаңа жұп көрмеймін, жаңағыдай. Сен Қамрақұл, ол да дұрыс, бірақ бір жағынан барлығымыз қазір төндіріп, керемет жұп, мөлдір ұнатады, мөлдір ұстап ал десек, ертеңгі күні тағы болмай қалса, тағы да өкінішті болып қалады. Сондықтан асықпайық, әр нәрсенің реті, орны бар. Әлия ханымға микрофон жетсе. Диана ханым, мен бітіре алмай қалдым, осы сұрағым. Бітірмей тұра тұршы. Бүйтеді да. Диана ханым қарсаңызшы. Мынау өкпелеп қалдыңыз ба, маған қараңызшы. Жоқ, өкпелемедім. Бүйтеді да, бақытты болыңдар дейді. Егер мен сол жерде мөлдір сен андайсың десе, Әлия ханым сен жаман сөз айтасың. Не бақытты бол деген жаман сөз ба не? Жақсы сөз әрине. Содан мана періште болып отыр ғой бүгін. Жоқ, или жақтырмасаңдар бетіме айтыңдар, Әлия ханым бүгін сіз жақтырамыз. Андайда сізге жақтырмаса да айта алмайтын сияқты бұл жерде, Әлия ханым. Не болды, мен бір монстр көрінемін. Енді ертеңнен бастап сөйлемеймін, нәзік Әлия болып отырам көресің. Диана ханым, неге қойылды бұл сұрақ? Мөлдір постоянно айтады ғой, жігітке повод бермеңдер, жігітке жазбаңдар. Любой қызға айтатын совет сол ғой. Қазір қара, бірінші-ақ күн, үйтіп бір-ақ сағат, 2 сағат далада жүріп, кәшеледе кәшенгенсіңдер. Қазір ұнайсың, сен уже не істеп жатсың? Ертеңгі күн, я уже добился деп қалғандай болмай ма жігітте деп жатқан ғой? Енді мен бұл жерде не настроением түсіріп, қабағым тиіп отырсам, тағы да айтасыңдар. Ой, саған значит жігіт ұнаған жоқ. Өзінің қандай настроением болып тұр, соны көрсетіп тұрмын. Ештеңке жасырып тұрған жоқ. Бірақ айтып тұрған жоқпын, ойбай, мына қалды, бітті деп. Темірлан. Диана ханым, бір күн бәрі айтып жатыр, бақытты болыңдар, күшті жүпсіңдер. Мөлдір сен соглашаться етіп отырсың, үндемейші. Ертең танысық тоқтаса, осы адамдар саған қарсы шабуылдар жасайтшы. Сендер керемет жүп болатындар, анау мынау депші. Ол рас та, осы саған бақыт тілеген адамдар тура саған сөйтіп айтады. Сол үшін кішкене сен өзің ұяң едің ғой. Бақыт тілемейін деп айтайын. Бір сұрақ, сен негізі бауырым чистый, таза настроймен келдің ба? Не? Таза көңілмен, е? Арыстан жіберген жоқ па? Жоқ. Өйткені Арыстан дос екен де, екеуін қарасам кеше. Шын ғой, Иә, досым. Ол қызғанып ертең ондай болмай ма? Келетін, мен мына жаққа келетін олар білген жоқ. Білген жоқ, ертең олар қызғанып қалып Арыстан ондай болмай ма? Болмайды. Точно, Диана ханым. Иә, бұл сұрақты екеуміз де сөйлескен болатынбыз. Мен үйге бара салып, маған барлығы жіберіп жатты дайрегіме. Бұл Арыстан досы, байқа деп. Одан кейін сұрадым, Арыстан сен досың ба деп. Иә, даже бірге тұрады екен.
Иә, бірге тұрамыз. Қазір бірге тұрасыздар. Мен бірақ білмеппін келген. Мен осы жаққа келген кезде бірақ білдім. Бірақ айтты, иә, оларға айтқан жоқпын, именно саған келетінді деп. Өзім де негізі қызық болып қалдым, бірақ енді алда көре жатармыз. Жоқ, ертең андай жағдай болуы мүмкін, Диана ханым. Жақын досыңдар, мен білемін да. Ертең сен көрсесіңдер, мүмкін достармен таныстыратын кезде, сол кезде Арыстанмен таныстырады. Сен сол кезде көңілің қайтадан ашылып кетпей ме? Өйткені сен білеміз, осы жерде жылап Арыстан үшін қандай не болғанын. Ондай жағдайда не исключен да? Жоқ, Арыстанмен тема жабылды, және де көңілім қалды мен ол кісіден, мен онымен вообще кездескім де келмейді. Если Арыстан болатын жерде мен бармаймын. Енді бұл кісінің де ондай ойы жоспары жоқ деп ойлаймын. Әдейі екеуін бір таныстырайын деп. Әдемі сен дос болғаннан кейін, Диана ханым, мен жақын досым болса, қандай да болсын енді настоящиймен өмір сүру керек қой, бірақ мөлдірден оны байқайтын сияқты. Қазір менде нажақ деген жоқ, менде міне мөлдір бай бар. Жоқ, мынандай болып тұр ғой, Диана ханым, бұл бірге тұрады да, бірақ келгенін білмейді екен, білмеймін, бізге бір түрлі көрініп тұрды. Ол вообще сенбейміз, біледі ғой, сенің келгеніңді де біледі, сен бұған келгенін де білесің ше, жалпы оның бәрін біліп келгенсіңдер ғой. Жалпы мөлдірдің сезіммен ойнамай, шынайы келсең, бізге сол дұрыс та негізі. Басқа нәрсені қиялда бұндай келмей қойған дұрыс деп ойлаймын. Және саған екінші сұрақ, бағана фельдшерлікті өзің қалап түстің ба, болмаса ата-анаңның қалауымен ба? Потому что сені сырттан бақылап көрсем, өнерге қатты кәдімгі кіріп кеткен баласың да. Қазір өнерге кіріп жүрмін. Негізі ана мамандықты ата-анаң таңдап берді ма? Басында келісіп түстік, жұмыс жасадым, ұнады маған медицинаман. Бірақ бір жаман жері ол жерде. Кірдің ба, зданияның ішіне, пенсияға шыққанда бір ақшасында бір жаман жері. Жоқ, өзің сүйіп оқымадың, өзің қалап соны. Екінші курстан бастап жоқ бастадым, ұнады маған. Жалпы сол мамандық таңдаумен жар таңдау дейді ғой, жар таңдаудан шатаспай енді дұрысынан таңда. Диана ханым, айта қойыншы. Жаңағы айтып отқаны Арыстан жібермеді ма деп. Білесіз ба, есіңізде болса, тура осындай нәрсе менің басымнан өткен тұғын. Мен өйткені Бауыржанмен араласып жүрдім ғой, жаңа дос балам класстас болып шыққан кезде. Маған да тура осындай сұрақ қойған. Сен Бауыржан жіберді ма деп ол кезде экс қатысушы қойған. Бауыржан деген бала осы жақта қатысушы болған. Тура сондай сұрақ қойған. Уайымдама, айтыла береді ондай нәрсе. Если сен шынайы оймен келсең, докажи, все. Тырысып көр. Тоқта, қамы, сенкімен бұнкі бөлек. Бұлар бірге тұрып, бірге жүріп, білмейміз, біз келгенде білмейміз, өткенде білмейміз деп тұрды. Ектің сор дейді, сендерді отырады, просто сол жібермеді, айта бермеңдер, бұны кәдімгідей иығынан қылып. Рахмет, Анар ханым. Нұрлан, кешіріңіз тіке сұраққа. Сізде ойыңызда алдыда бар ма қатысушы болып келуге осы жаққа? Сондай ой бар ма деп? Мен мына жақты бітіріп алайын. Жоқ, бітіріп алайын деген ол қалай? Танысып, кездесіп, ары жалғастырып ше. Болмаса егер қатысушы болып келгіңіз келе ма осы жерге? Әлі ойланбадым оны. Жоқ. Бірақ сіз ой салып отырсыз соған. Жоқ, ой салып жатқан жоқпыз. Уже сіз айтқаныңыз ойланым мүмкін. Только сұрақ. Бұл мен просто қамы келіп тұрғанға енді сол ой сұрақ келіп тұрды ма? Диана ханым, бұл банальный сұрақ деп ойлаймын. Үміткер болып келгеннен кейін қатысушы болып келіп, по-любому ойда болады, любой үміткер. Қанша жерден жоқ десе де, ол ойында болады. Енді мына сұрақты қоймасам болмайын деп тұр. Кеше мен болмадым ғой. Әлеуметтік желіде мұқият бақыладым, бауырым, сен шыққанда. Бір емес, біраз адам жазды да, мен білмеймін енді информация, дастар, сен үйленбегенсің ба точно? Иә. Өйткені көп адам әнелі жазады, бұл жігіт үйленген деп. Гражданский, азаматтық неке деген бұлайынан өз үй жақтарыңда ондай нәрсе болмаған ғой, иә? Жоқ. Қазір ол сұрақтың жауабын ала аламыз, өйткені студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз. Алло, қайырлы күн. Алло. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Қалайсың, Арыстан? Қалайсыз, танып қойдыңыздар ма? Танып қойдық әрине. Жақсы. Жаңа жылыңмен келіп жеткен. Иә, сол кеше мен дос балам бар ғой, білеппін онда ше. Қалай бір үйде тұр, бір-бірлеріңізбен сөйлеспейсіздер ме? Жоқ, ол деген вообще барам деп айтпаған ғой бізге. Потом одан кейін барыпты да, бәрі жіберетті да маған, осындай сен дос балам жүр ғой, қойшы деп кәдімгідей қарасам, кімге мөлдірге барды да. Иә. Мен ойбай деп кәдімгідей бәрімізді көріп кәдімгідей жанкүйер болып, енді мөлдірмен екеуміздің қатысымыз қандай бір. Айтсам екен, арамызда бәрі бітті ғой, мөлдірді айтып отыр бағана дейді. Ойбай деп өкінетін ештеңе нәрсе жоқ, мөлдір деп жоқ болса менде де жоқ қой, значит. Андай бір ұят болатындай, ертең кездесіп қалып, қандай бір ыңғайсыз жағдай болатын ештеңе жоқ. Нұрлан барыпты. Нұрлан да өзіге шок болады, үйге келіп ше.
Неге? Сол себепті ана жігіттерге айтарым, ескі нәрсені керек емес, қайта қозғауға. Кішкентай 3-ші класстың баласы сияқты әңгіме айтып отырмын деп. Мынау ертең кім астан жібермеді ма, анау жібермеді ма, мынау жібермеді ма деген қажет емес. Так что Нұрлан келді, өзінің выборы. Ертең мені көріп қалып, анау бола ма, мынау бола ма деген әңгіме болмасын. Просто бақыт тілеймін бірінші. Арыстан, ал Нұрлан бұрын соңды үйленген Жаңа ханым Арыстанмен жігітте? сөйлесе ала ма? 3-ші класстың балалары. Жоқ, болмайды, Темірлан. Жоқ, қалайсың Арыстан? 3-ші класстың балалары деп не әңгіме айтып отырсың өзің? Сөйлескен кезде былай жеке звондасаң, Темірлан. Жоқ, сен не анау? Арыстан, ассалаумағалейкум. Сен мына жерде бүткіл жігіттер деп бізге де тиіп жатыр да. Арыстан, сен үйтіп выражаться етпей қой телефонның ар жағынан. Мен саған конкретно айтамын. Что-то іштеріңде біраз әңгіме толып қалған сияқты ғой, что-то, Арыстан, басқа сен үйде айтудың қажеті жоқ. Мына жерде 3-ші класстың балалары ұқсап деп. жоқ, енді рас қой, енді өтірік па не? Жоқ, несі өтірік, сен досың екенін Арыстан, өтірік біз па? саған не деп жатырмыз мына жерде, айтшы? Арыстан жіберген жоқ па сені? Бұл жерде, потому что Арыстан, сен де бұл жерде, бұл орындықта сен де отырғансың, сенің де ойында тұратын нәрсе, егер де басқа бір жігіт келетін болса, потому что... Бауырым, мен саған айтайын, ол жерде мен отырсам, мен өйтіп айтпаушы едім. Сен эфирді көріп отырсың ба Арыстан? Мен айттым, досы дедім. Ертең бір жерде бір кругта көріс қалса, қандай жағдай болады деген болды. 3-ші класстың әңгімесін айтқан жоқ ма Арыстан? Жігіттер, осы жерден қоя салайық. Арыстан, рахмет. Сау бол, аман бол. Кім? Жігіттер, сабырға келдіңіздер ме? Ашуланып кеттіңіздер сіздер де, Ақтөре? Связьға шығамыз деп жатыр қой, бәрі сөйтіп жатыр. Ал, Нұрлан бауырым, күтіп аламыз ғой. Не ғой, жаңа ханым, актерство деп жатыр ғой? Сол, қандай актерство соны? Бізге көріп жатырық қой енді. Сол пранк қой негізі былай, пранк жағына қарай кішкене жақын екесіне, сол халыққа пайдасы бар ма, жоқ па сол? Қай жағынан мысалы? Ну, енді пранк жасап жатсың ғой, сол халыққа пайдасы бар ма? Пранк мен жай қызыққа жасадым ғой. Оны біреуге ой салайын деп емес. Оның алдында Енді түскен Ақтөреге кинолар сұрақтар- бар екен да? Кинолар? Кино, иә, сериалдарға. Ақтөреге сұрақта бейт жүреді ғой. Халыққа пайдасы бар ма? Міне, бүйтіп айтайын, халық билейді. Тойда да билейміз, барлық жерде билейміз. Көңіл көтереді бұның видеолары. Пранктан халық жасап жүрген жоқ қой, көп адам жасамайды. Жоқ, істеме деген сияқты ол. Солай бұндай істемейді. Дұрыс, істе аха, мен істеме деп жатқан жоқпын. Просто анау бір андай пранктар болады ғой, адамға пайдасыз, пайдалы деген сияқты. Біз оны жай қызыққа түсірдік та сол жерде. Қызық ретінде дамыту ойда бар ма? Жоқ. Үлкен пранкер болып. Жоқ, ол ойда жоқ. Салтанат? Мына жерде Ержан айтып кетті ғой, екеулерің келісіп келіңдер деп. Кішкене өтірік сияқты, өйткені алдында Хамрақұл өзі айтқан. Біз Баукамен одноклассник болсақ та, даже бірге тұрмаса да, бірақ Баука білген Хамоның келетін осында. И мына жерде бірге бір үйде тұрып, білмеу тоже невозможно. Мына жерде как будто келісіп алған сияқтысыздар. Жоқ, келем деп айттым да, бірақ кімге екенін айтқан жоқпын. Ну вот, а сен бағана айттың ғой, жоқ, білмейді ол, вообще шок болды. Білмейді, кегем, білмейді, қай күні келеді. Сен уже екі сөйлеп отырсың ғой, мына жерде екі сөйлеп отырсың. Жана Иә, и сен Арыстан бір как будто қорғап отырған сияқты болып тұр. Жана ханым, мен айтып ойыншы. Мен де Ақтөре жаңа саған айтатыным, мен де пранкпен түсіргем, көп нәрсе түсіргем, бірақ оны именно халыққа пайдасы бар нәрсе емес. Ол видеода сен түсіндіресің, что ол нәрсе дұрыс емес екенін, аяқ жағында сол нәрсе болады. Және де Салтанат сен айтып отқаның, Бауканың класстасы, Баука менің класстасым емес. Ал мен оны түсіндірдім мен. Енді қазбаламай қояйықшы. Қазірге еш қатысы жоқ нәрселерді қазбалаудың мән мағынасы жоқ. Және де енді тиісіп жатырсыздар ғой, пранктың қандай пайдасы бар. Түсіріліп жатқан тиктоктардың да ешбір пайдасы жоқ қой. Бірақ барлығымыз түсіреміз оны, сондықтан бұл бір сынайтындай дүние емес сияқты менің ойымша. Нұрсұлтан да пародияның шеберіне айналды бара-бара. Неше түрлі қызыл, жасыл, көк орамалдарды басына тағып алады, киіп алады деген сияқты ғой. Құтты болсын, жаңа хоббиіңіз. Пайда бар деп айтамайым, Жана ханым, түк пайда жоқ. Бірақ көңілді көтереді. Қарсаңшы айтады, сен неге мен жасап алғансың дейді. Халыққа күлкі сыйлау, жаңағыдай эмоция, настроение көтеру ғой, жалпы болды. Кеше мен Секамен сөйлескен болатын. Сека? Біздің экс қатысушы. Бізде жарнама, тағы да экс қатысушы бұл жерде не істеп жүр? Сека не деді? Жарнамадан кейін бірге білетін боламыз. Жобамен қоштасатын қатысушы да Қымбатты көрермен, жарнамадан
ортадан керемет көңіл күймен оралды. Қосылайық жобасы жалғасуда. Ақтөре уәде еткендей билеп берді барлығына. Ал Ерасылдың қолында кезекті белгі бар екен. Қандай белгі? Таусылған төзім дейді. Ерасыл, іздеп тапқан сияқтысыз ғой бұл белгіні? Ортада Нұрлан мен Мөлдір. Иә, айта кеткен болатын, Секамен сөйлестім деп. Ол айтты, 2 ай бұрын сен туралы сұраған, саған барғысы келіп жүр. Серікті қайдан таниды? Бұлар тоже бірге видео түсіреді екен да. И содан кейін мен де өзім хабарластым, қайдан танисың, қандай бала деп. Негізі жақсы бала, прям андай серьезный, сен туралы 2 ай бұрын да сұраған деп айта кетті. Және де мына жерде андай, жаңа айта кетті ғой, бұрын үйленген деп, сол прям күмән келтіріп жіберді. Негізінде кездесуде мен одан сұрағам, бұрынғы отношениясы туралы барлығын. Енді осы жерде прям точкасын айта кетсең, онда ештеңе жоқ. Үйленбеген мен. Иә, андай прям еще серьезный отношения болған жоқ деп айта кеткен болатын. Серьезный отношения болмаған. Өзім былай қыздарға барып сөйлесе бермеймін негізі. Қорқам. Жанахам сұрақ қойсам бола ма? Болады. Бауырым, негізі по натуре романтиксің ба сен или қалай? Душада ма? Иә. Бар. Кешегі ана встречаларыңда романтический болмаған сияқты да, первый встреча. Кейін алда, мысалға Мөлдір қарайды. Бірінші встречада бүйтіп, демейсің ғой енді. Негізі аны жақсы көреді да, бірақ сонда да өзіңнің немен, Жай берем өзім. ішкі дүниеңмен алып кетіп отырсың ғой, бірақ неде, болашақта романтический ужин сондай бүйтіп қарап, ужин при свечах деген бар ғой, сондай істеуге қалай қарайсың өзің? Өзіме де ұнайды ол. Жақсы қарайсың ба? Красавчик. Қолымнан келсе істеуге тырысам бәрі. Әрине. Әлия ханым, иә. Қолыңыз аспанда қалықтап бұлай қалып қалыпта ода? Негізі мен мынандай мақал бар еді ғой, турасын айтсаң туғаныңа жақпайсың деп. Сол мінезді қоя алмаймын, сонда да айтайын. Үміткер, сенің түрің бұзылып кетті ғой, шындықты біліп қойды дедің ба? Неге күліп, әдемі болып келіп, бірден деп нең түсіп кетті еңсең? Түсіп мен мысалы Мөлдірге күліп қараймын. Просто мына жақта мынандай әңгімелер ұнамайды маған. Маған күлетін әңгіме, я болмаса ой салатын әңгіме болса тыңдаймын мен. Мынандай әңгімелер кішкене. Қара да бауырым, сен сен көңіліңе қарап. Қалай сен біз қызық емес деп? Маған ондай әңгімелер қызық емес. Маған айтып тұр Әдемілер сөйлеші. Әлия ханым. Жана ханым, мен айтайыншы. Жаңағы сен бүйтіп мына жақтағы әңгімелер қызық емес демес, просто сен саған пікір айтып жатыр, сен тыңдап не қыл. Менде де болған ондай случай, маған да ұнамаған, бірақ сен тырысып көр оған. Енді Әлия ханым жаңағы мақыл. Ай, осы бекер айтты. Шешім бәрібір де Мөлдірдің өзінде болады. Біз қанша айтқанмен ол шешімді өз қабылдайды. Өте дұрыс, және дәл қазір сол шешімді сұраймыз Мөлдірден. Ары қарай Нұрлан мырзамен таныстықты жалғастырып, енді өзі айтып қалды, сәл де болсын романтикаға жақынмын деп, бәлкім болашақта бір керемет естен кетпес романтикалық кездесулер, кештер болады. Иә, солай деп ойлаймын. Танысымыз жалғасады. Тамаша, құттықтаймыз сізді, рахмет. Шығарып салайық.